Сәлеметсіздер ма? Мен сіздердің алдарыңызда. Кешіріңіздер. Мақпал Жүнісова қызы туралы құпияны не үшін жария еткенін айтты. Қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы Мақпал Жүнісова қызы Мерейге қатысты құпияны не себепті жария еткенін ашып айтты. Өнер иесі перзентіне шындықты айтқаны үшін өкінбейтінін жеткізді. Мақпал Жүнісова өзіне жағымпаз пікір қалдырған оқырманына жауап берді. Желі қолданушысы әншіге Мерейге шындықты айтпауың керек еді, бейшара қыздың өмірін құрттың деп сынап жазған. Шындықты айтқанымызға мен де, Мерей де өкінген жоқ. Бейшара қыз емес, абайлап сөйлеңіз. Зәкең 18 жасқа толғанда өзім айтамын деген. Мен айтпасам, ертең сіз сияқтылар басқа адамнан туған деп айтып қояды. Одан да аузымнан естісін. Өзімнің туған бауырымның қызын бауырға бастық. Ертең күйеуге шығарда өзінің руы мен тегін білгені дұрыс, деп жауап берді Жүнісова. Ал сіз бұл туралы не деп ойлайсыз? Еске салсақ, 2022 жылы әлеуметтік желілерде Мақпал Жүнісованың қызы шындықты білгендіктен менен кетіп қалды деп айтқан видеосы тараған болатын. Халық әртісі жалғыз қызы Мерей туған қызы емес екенін мәлімдеді. Видеода Мақпал Жүнісова қызы тастап кеткенін жылап тұрып айтады. Сәлеметсіздер ма? Мен сіздердің алдарыңызда Заманбек Қалабаев үшін өтірік алдадым. Кешіріңіздер. Мерей менің туған қызым емес. Ол менің туған бауырымның қызы. Мен шындықты айтқаным үшін қызым менен кетіп қалды. Сол жылы кейінірек әнші Мақпал Жүнісова концертте өзі жайлы тараған видеоны тарқата түсіндірді. Сөзінше айтылған жайттың бәрі рас. Оқиғаның қалай болғанын әңгімелеген әнші көпшіліктен кешірім сұрап көзіне жас алды. Шындықты мен айтпасам кім айтады? Қасқырдың аузы жесе деған, жемесе деған дейді ғой қазақ. Ешқандай нәрсе ұрттап айтқан жоқпын. Бірақ менің қызымды ереніп жатыр қазір. 17 жылдан кейін. Үйге кірмеген адамдар, менің қызымның маңдайынан сүймеген адамдар, біздің қызымыз екеуміздің арамызға от салып, еленгісі келіп жатыр. Мен бауырға басқанымыз рас. Қай қазақ бауырына баспай жатыр. Зәкең екеумізде 2 баламыз түсіп қалды. Содан кейін Зәкең менің туған бауырымның баласын сұрады. Бұдан кейін анасы мен қызы достасып қайтадан баяғы қалыптарына келген секілді.